Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге ағайын арнасы. Фастфудтарды зиян деп айтамыз, алайда тез дайын болатын тағамдарды пайдаланушылардың саны жыл санап артпаса кеміген емес. Әрине өзі тез әрі тойымды дәмді тамақтан кімнің бас тартқысы келеді. Сәйкесінше сұранысқа орай фастфуд бизнесімен айналысатын мейрамханаларында қатары көп. Макдональдс, KFC, Хардес, Бургер Кинг секілді желілер бүкіл әлемге танымал. Әсіресе Бургер Кинг. Бургер Кинг танымалдылығы жөнінен ғаламдағы екінші фастфуд желісі, 20 ғасырдың ең мықты франшизасы. Тез тамақтану өнеркәсібінде ешкім төтеп бере алмаған Макдональдске қауіп төндірген бренд. Бүгін өзінің сиқырлы бургерлерімен атақты Бургер Кинг тарихына үңілеміз. Бургер Кингтің негізін қалағандар Джеймс Макламор және Дэвид Эджертон. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін адамдар ақшаны оңды-солды жұмсады, әсіресе мейрамханаларға жиі баруды әдетке айналдырған. Осындай жағдайдың туындағанын көрген кәсіпкерлер мүмкіндікті пайдалануды қалайды. Жеке бизнесін бастамас бұрын Джеймс Макламор сол кездің өзінде танымал Макдональдс мейрамханасының жұмысымен танысады. Ол гамбургерлерді дайындау процесіне, сондай-ақ ас үйде қандай құрал-жабдықтар болу керектігіне назар аударды және кейбір элементтерді өз мекемесінде қолдануды шешті. Қажетті білімді жинағаннан кейін 1954 жылы 4 желтоқсанда Флорида штатындағы Майамиде алғашқы мейрамхана ашылды. Ол Инста Бургер Кинг деп аталды. Жаңа желінің ерекшелігі бірыңғай бағасы. Тіпті дағдарыс кезінде де бағалар өзгермеді, бірақ бәсекелесінен қымбатырақ болды. Бургер Кинг барлық мейрамханаларында гамбургерлер 18 центтен, ал Макдональдсте ең арзан бургері 15 центтен сатылды. Тамақтары дайындау тәсілінде де ерекшеліктер болды. Бренд бургерге арналған сиыр етінің қоректік дәрумендік құндылықтарына грильде дайындау кезінде майды пайдаланбай сақтауды талап етті. Бұл клиенттердің денсаулығына қамқорлықты білдірді. Осы уақытта Калифорнияда кәсіпкер Рэй Крок ағайынды Макдональдтермен мәміле жасады. Ынтымақтастықтың желінің қазіргі танымалдылығына бастау болды. Ал 1957 жылы Бургер Кинг өзінің мәзірін кеңейтіп, аты аңызға айналған қазіргі гамбургерлерді әзірлеп Whopper деп атады. Whopper сол уақытта ірімшік, тұздық, қызанақ, салат және тағы да басқа қоспалармен жасалынатын Макдональдстың Big Mac бас аналогы болды. Жаңа гамбургер 37 центтен сатылды. 1958 жылдан бастап Бургер Кинг теледидар жарнамасын белсенді пайдалана бастады. Компанияның алғашқы жарнамалық ролигі Майами қаласындағы телеарнада көрсетілді. Ол жаңа өнім Whopperдің танымалдылығын арттыру үшін жасалды. Осылайша Бургер Кинг теледидар маркетингімен ұзақ және өзара тиімді ынтымақтастығы басталды. Қызметін жиі пайдаланды. Өз өнертабысы үшін мақтаныш тіпті маңдайшаны ауыстыруға алып келді. Қара жазудың орнына енді үлкен тәбетте бургерде отырған патша, ал жанында Home of the Whopper деген жазу болды. 1959 жылы Макламор мен Эдгертон істерінің алға басқанын және тұрақты табыстың бар екеніне көзі жеткен соң, Флорида шекарасынан шығып кәсіпті одан әрі дамытуды қалайды. Олар франчайзингті ең тиімді тәсіл деп санады. Өйткені франчайза сол кездегі кафе мен мейрамханалардың бизнесті дамытудағы басты құралы болды. Макламор мен Эдгертон Бургер Кинг маркалы мейрамханалар ашу құқығын бірден көлемді аумақты қамти алатындарға сатты. Бұл жол Макдональдстен өзгеше. Макдональдс жағдайы бір мейрамхананы жүргізе алатын отбасылардың бәріне құқықты сатты. Ал Бургер Кинг қалталы инвесторларға бағдарланды. Тиісінше таңдаған бағыт нәтижелігін дәлелдеді. Желі тез өсе бастады. 8 жыл ішінде Америка бойынша 247 мейрамхана жұмыс істеді. Бургер Кинг үлкен танымалдылыққа ие бола бастады. Макламор мен Эдгертон одан да көп пайда табуға шешім қабылдайды. Сондықтан 1967 жылы Пилсбури компаниясына брендпен қоса барлық 274 мейрамхананы сатты. Мәміленің сомасы $18 миллион құрады. Бургер Кингтің жаңа иелері бірден белсенді жұмысқа кірісіп, бірақ тиісті тәжірибенің болмауы франчайза ісінің кері кетуіне септігін тигізді. Мәселе желі мейрамханаларындағы клиенттерге деген әртүрлі шарттар мен мәзірдегі ерекшеліктер еді. Аталған жағдайды тіпті жарнамада реттей алмады.
Пилсбури басшылары құлдыраудан сақтану үшін түрлі жолдарды іздей бастады. Сондықтан Макдональдстың үздік менеджерлерінің бірі Дональд Смитті Бургер Кинг жұмысына тартты. Басшылық Дональдқа толық еркіндік пен брендті дамытудағы барлық әрекеттерін іске асыруға уәде берді. Смит мекемелерді бақылауды күшейтті, олардың жоспардан тыс тексерулерін енгізді. Мейрамханаларды стандарттауға барлық күшін жұмсады, ал келушілердің санын 1974 жылы енгізілген өзің жаса техникасы қайта ұлғайтты. Енді клиенттерде сэндвичке сүйікті қоспаларды өз бетімен қосу мүмкіндігі болды. Дональдтың компанияда болған 10 жылы ішінде Бургер Кинг жұмысы алға басты. ақш пен әлемнің 30 елінде желіні кеңейту жұмыстары жүрді. 1975 жылы компания батыл қадамға барып, Кинг авто терезесін орнатады. Енді автокөлік жүргізушілері сүйікті тағамдарына тапсырыс бере алады. Басшылықтың басты міндеттері ыңғайлы, сапалы, уақытылы жеткізу болды. Ал 1977 жылы Бургер Кинг әрбір клиентке негізгі сатып алуға ойыншық презент берді. Бұл бонус одан да көп клиенттерді тартты. Ал 1978 жылы бренд тағам дайындаудағы жаңа деңгейге шығарды, мәзірді кеңейтеді. Клиенттерге сэндвичтен кез келген дәмде ұсынылды. 1979 жылы таңғы асқа арналған мәзірлер пайда болды. Ал 1980 жылы ойынсыз лотерея түріндегі тағы бір батылдық маркетинг қадам енгізілді. Өкініштісі, Бургер Кингтің шарықтау кезеңі ұзаққа созылмады. 1980 жылдың маусымында Дональд Смит тез тамақтанудың жаңа желісі Pizza Hut'ты дамыту үшін компаниядан кетеді. Аталмыш жағдайдан кейінгі Бургер Кинг белгілі бір уақытқа дейін жақсы табыс тапты, алайда көп ұзамай дағдарыс туындады. Компания басшылары жиі ауысып отырды. Бұл компанияның атмосферасына және оның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу қабілетіне оң әсерін тигізбеді. 1985 жылы Бургер Кинг Лондондағы оқу орталығын ашты. Ол еуропалық франчайзерлермен тығыз жұмыс істеуге тиіс еді. Сол жылы компанияның ассортименті де кеңейеді. Толыққанды салат барлар пайда болды. Сондай-ақ Бургер Кинг мейрамханаларында салауатты тағамдардың саны өседі. Ескі мейрамханалар желісінің интерьері өзгереді. Компанияда қауіпсіз материалдарды пайдалана бастайды. Аз пластмасса және көп ағаш. Барлық мейрамханаларды компьютерлендіру және кассир жұмысын стандарттау жүреді. Бұл компанияда жасөспірімдердің жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Дегенмен өзгерістерге қарамастан Бургер Кингтің проблемалары жойыла қоймады. Сондықтан атақты Battle of the Burgers науқаны іске қосылды. Жаңа жарнама сатылымды арттырды, бірақ компанияның бұдан да басқа жарнамалық науқаны сәтсіз болды. Мейрамханалар сұраныстан айырылды. 1989 жылы Грандмен компаниясы Бургер Кинг мейрамханаларының паспорт желісімен бірге $5,7 миллиард Пилсбуриді де сатып алады. Мәміле екі тарап үшін де тиімді болды. Грандмен Бургер Кингтің проблемалары көп екендігін білді және олардың шешілетініне сенімді болды. Есесіне әлемнің 50 мемлекетінде 5,5 мың мейрамхананы иеленді. Бургер Кинг жаңа қожайынның қабылдаған алғашқы қадамы Ұлыбритания пабтар желісі табысты менеджері Барри Гибносты командаға алу. Осыдан кейінгі Бургер Кинг бірден Уэмпей гамбургерлер желісін сатып алады. 1990 жылға дейін 200 Уэмпей мейрамханалары Бургер Кинг болып өзгертіледі. Жаңа Барри Гибностан брендті дамытуда ерекше әдісті таңдайды. Осы жылдары балаларға назар аударуға бағытталған белсенді жұмыс жүргізіледі. Танымал мультфильмдердің кейіпкерлері мен жаңа бейнероликтер пайда болады. Шайн Кинг балалар клубы құрылады. Жаңашылдықтар мен мекемелерге келушілердің санын арттырады. Кішкентай клиенттер мен олардың ата-аналарына қуаныш сыйлайды. Бренд рейтингін көтереді. Әдеттегідей табысты жұмыс жалғасын таппайды. Себебі Бургер Кингте сақталған үрдіс басшылықтың ауысуы тоқтамады. 2010 жылдан бастап Бургер Кинг басшылығы Treji Capital жаһандық инвестициялық фирмасына тиесілі. Сатып алу кезіндегі желінің тез тамақтану мейрамханаларының саны 12 мыңнан асты. Ал 2016 жылғы мәліметтер бойынша корпорация 15 мыңнан астам жылдам тамақтану орындарын құрайды және күніне 11 миллион астам келушіге қызмет көрсетеді. Өнімнің жоғары сапасы, қызықты безендіру, клиенттермен белсенді жұмыс корпорацияны тез тамақтану саласындағы көшбасшылыққа алып келуде. Көптеген мамандар болашақта Бургер Кингтің басты қарсыласы Макдональдсты жеңеді деп болжайды. Бургер Кингтің Қазақстандағы дамуы.
Burger King 2012 жылдың мамыр айында Burger King Қазақстанда әлемдегі ең үлкен мейрамханалардың бірін ашты. Верный Capital қазақстандық компаниясы Burger King компаниясымен Қазақстандағы франчайзинг бойынша 12 жылға келісім-шарт жасады. Мәміле құны жария етілген жоқ, алайда сарапшылардың пікірінше инвестиция көлемі $1 миллион асады. Достар, бүгінгі видео осы. Ұнаса лайк басып каналға жазыламыз.